Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қатпарлы қамырдан алма қосылған слоки дайындаймыз. Ең алдымен алмамызды жуып тазалап, қабығын ашимыз және ортасын алып тастаймыз. Кейіннен оны кішкентай бөліктерге бөліп, бөлек ыдысқа алып қоямыз. Сары майымызды және қантымызды табаға салып, оны ертіп аламыз да, үстінен алманы саламыз. Осылай оны 10 минуттай кішкентай отта бұқтырамыз. Согы бөліну қажет. Кейіннен дәміне қарай корица қоссаңыздар болады. Тағы да 1-2 минут бұқтырған соң, толық согы тартылған соң, оны бөлек ыдысқа алып қоямыз. Сол уақыт аралығында біз қатпарлы қамырымызды осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Көлемі шамамен 5 сантиметрдай болу қажет. Мен оны тағы да ортасынан 2-ге бөлдім. Сосын барып видеода көрсетілгендей осындай көлемдегі қамырларды жайып аламыз. Түзу емес жерлерінің барлығын пышақпен кесіп алсаңыздар болады. Өйткені бізге формасы түзу болғаны дұрыс, бірақ оны лақтырмаймыз. Кейіннен видеода көрсетілгендей екінші жартысына біз салмамызды саламыз да пышақпен кесіп оны жабамыз. Егер мен сияқты жаба алмай қалсаңыздар, қолдарыңызды онмен малып алып, осылай біріктірсеңіздер болады. Вилканың көмегімен осылай жауып тастаймыз әсемдік үшін. Сосын барып оны противенге қоямыз. Оның үстін жұмыртқамен жақсаңыздар болады. Кейіннен 220-230 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің қатпарлы алмалы бәлішіміз дайын. Өте тез әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Иісінің өзі, дәмінің өзі керемет. Видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.